Саламатсыздар ма құрметті, менің PowerPoint бағдарламасымен жаңа дизайн курсының тыңдаушылары, студенттері. Бүгін сіздердің назарларыңызға PowerPoint бағдарламасымен PowerPoint Morph функциясын қолдану арқылы мұғалімдерге арналған стильді графикалық анимацияның шаблонын жасап көрсетпекпін. Ең алдымен осы шаблонға слайд-шоу жасап алайық. Слайд-шоу сначала, яғни бізде осындай дизайнмен тұрады. Мына жерде тұрған біздің яғни фишкалар деп алайық. Осы жерде біз фотоларды анимация арқылы көрсетіп, оны таныстыратын боламыз. Яғни ең бірінші біз басқан кезде міне фотомыз әдемі түрде көрсетіледі. Одан кейін мына жерде тақырыбын жазасыз, яғни осы фотоға байланысты. Одан кейін соған байланысты өзіңіздің түсініктемеңізді жазып өтесіз. Қайтадан бір басқанда ол фото таныстырып кеткен соң өзінің орнына барады. Осылай, яғни бірнеше фотоларды қайталап, яғни оқушыларға түсіндірсеңіздер болады. Енді осы шаблонды біз қалай жасаймыз? Әдеттегідей файлға барамыз, создать, пустая презентация, макетін ауыстырамыз, макет пустой болады. Яғни бізге бұл жерде направляющий керек болады. Ол направляющий, яғни направляющий деген бассақ кетіп қалады, ал қойсақ направляющий пайда болады. Ең алдымен бізге ставка фигуры 4 бұрышмен бізге керек аймақты 4 бұрышмен өстіп бояп аламыз. Бұл жерден өлшемін бәрін реттеп аласыздар. Контурын алып тастаймыз. Заливка фигуры кішкене қараулауды аламыз осылай. Одан кейін мына жердегі бас жағындағы сөзі, оны өздеріңіздің жаңа жұмысыңыздың тақырыбыңызға байланысты мына жерге осылай әдемі тақырып жазып қоясыз. Одан кейін мына екі сөз керек болады бізге. Оны да мен копировать етіп қоя салайын. Бұл өзінің өстіп орнында тұрады. Келесі енді фигураларымызды біз өзіміз жасаймыз. Ол үшін ставкаға барамыз, фигуры, шеңберді аламыз. Shift басып тұрып, тура өстіп шеңберді салып аламыз. Одан кейін бұның контурын алып тастаймыз. Екі контуры. Формат фигурды ашамыз. Оң жағын басып, формат фигурды ашып, заливка емес, ортасында тұрған, яғни параметр фигуры бару керек. Осы жерде бірінші поворот объемный фигуры. Бұны біз төмен қарап тұратындай бұрып аламыз бірінші фигураны. Екінші формат объемный фигура. Осы фигураға формат береміз енді. Ол үшін мына жерде алтыншы тұрған вырезка деген таңдаймыз. Бұның ширинасы бізде 10 болсын, высотасы 10 болсын, және глубинасы 25 болсын. Немесе 20. Осылай әдемілеп реттеп аламыз. Кейін осы қайтадан формат фигура. Осы жерде енді заливкаға барамыз. Мына жерде рисунок или текстура дегенге барамыз. Мына жерде мысалы бірінші сурет пайда болды. Ал суреттерді біз өзіміз қою үшін вставить из файла, мына жердегі мысалы бірінші сурет таңдайық. Вставить деп қоямыз. Міне суретіміз мына фигураның жаңа фон болып келді. Бұны өзінің орнына қоямыз өстіп. Одан кейін осы фигураны бәрін қайталап жасап өтпеу үшін копиясын жасаймыз. Мына жерге қойып аламыз. Енді суретті ауыстыру үшін вставитке барамыз. Из файла екінші суретті қоямыз. Бұны қоямыз. Бұны да копиясын жасап аламыз. Вставить из файла үшінші сурет. Бұны осылай қоямыз. Қайтадан копиясын жасаймыз. Вставить из файла төртінші сурет. Ctrl+C+V деген қолданасыздар. Жаңа копия вставить жасау үшін из файла. Енді 5-ші сурет соңғы. Өстіп біз өзімізге керекті 5 фигураны жасап аламыз. Келесі енді осымен біздің яғни бірінші ең басты слайдымыз аяқталды. Келесі осының дупликатын жасаймыз. Тура осын оң жағын басамыз, дублировать слайд. Енді екінші бетінде біз направляющий қосуымыз керек. Направляющийларды қосу үшін міне жаңағы тігінен тұр және көлденең түрі. Бізге
мына көлденеңнен 3 направляющий керек. Бұл үшін тураның направляющий тұсына келеміз. Осындай белгіше пайда болған кезде Ctrl батырмасын басып тұрып тартсақ, бізге тағы бір направляющий шығады қосымша. Одан қайтадан жібермей тағы бассақ, тағы бір направляющий шығады. Кейіннен енді тігінен бір направляющий шығарамыз. Осылай. Яғни бізге керекті направляющийларды өстіп жасап алдық. Енді екінші презентацияда біз мына бірінші тұрған, ең басында тұрған фигураны мына жерге көрсетуіміз керек. Ол үшін фигураны мұнда әкелеміз, осылай қоямыз. Одан кейін формат фигурды мына жаққа оң жақ шетін ашып қоямыз, формат рисунка. Бұл жерде біз формат емес, поворот объемный фигураны қайтадан қалпына келтіреміз. Өстіп қалпына келтіріп аламыз да, мына направляющийлермен бізге керекті аймақтарға направляющийдің көмегін, яғни бұл өзінің орнына қайтадан әкелу үшін өзінің көмегін тигізеді, таныстырады. Бұл осында келгеннен кейін біз қайтадан дубликация жасауымыз керек. Мына жерде. Одан кейін осы слайдта біз бұны қайтадан қалпына келтіреміз. Заготовкаға барамыз да, қайтадан орнына барамыз да. Мына жерде орнына кеп, мына жерге қойып қоямыз. Келесі қайтадан дубликация жасаймыз. Дублируем слайд. Енді мына жерде тақырыптың нумерациясын ауыстырамыз. Одан кейін мына суретті мұнда әкелеміз. Бұл жерде біз мына жерде қайтадан орнына келуіміз керек. Бұны таныстыру үшін сосын туралап мұнда қоямыз. Туралап қойып аламыз. Одан кейін қайтадан дубликация жасаймыз. Одан кейін бұл қайтадан орнына келеміз. Мына жерге, яғни мына жерде тұрған кезде біз бұны на передний план деп ауыстырып алуымыз керек. Сонда мынаның үстіне келеді. На передний план өстіп қоямыз. Келесі қайтадан дублировать слайд. Бұл жерде уже тақырып ауысады. Мына суретті біз таныстырамыз. Қайтадан заготовка ашамыз. Нет дейміз. Одан кейін қайтадан дубликация. Бұл жерде уже қайтадан орнына келтіреміз. На передний план жасаймыз. Үстіне әкелеміз. Қайтадан дублировать слайд. Бұл жерде тақырыпты 4-ке ауыстырамыз. Мына суретті мұнда әкелеміз. Бұны яғни орнына қоямыз. Мына жерге туралап реттестіріп аламыз. Одан кейін қайтадан дубликация. Бұны біз қалпына келтіреміз. На передний план жасаймыз. Өстіп қоямыз. Келесі соңғы, яғни бірінші тақырып ауысады. Орнына келтіреміз. Направляющиймен реттеп аламыз. Содан кейін қайтадан соңғы дубликация. Бұл бізде орнына келу керек. Бірінші біз на передний план жасап алуымыз керек. Яғни содан кейін барлығын ерекшелеп аламыз мына слайдтардың. Ерекшелеу үшін бірінші слайдқа барамыз да Shift батырмасын бастырып, соңғы слайдқа барамыз. Одан кейін бәрін анимация жасау үшін біз переходыға барамыз. Трансформация. Енді бәрін тексеруіміз. Slideshow сначала. Яғни ең біріншісінде бізде мына жерде ең бірінші слайдта мынау болмау керек бізде. Slideshow сначала. Осындай бізде дизайн ашылып тұрады. Басамыз. Бізде бірінші тақырып пайда болады.
басамыз, орнына кетеді. Одан кейін басамыз, сурет шығады, одан кейін тақырып пайда болады. Басамыз, орнына кетеді. Үшінші слайд. Төртінші слайд. Осындай біз фотоларды әдемі анимациямен таныстырамыз. Осымен менің жаңағы PowerPoint Morph функциясына арналған сабағым аяқталды. Осы сабақты қарап, практикалық жұмыс орындап, оқушыларыңызға әдемі жұмыс жасауға тілектеспін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.